Ақбота Сейтмағамбет өзіне жазылатын жағымсыз пікірлерден шаршаса керек. Әнші соңғы жазбасының бірінде жеке басына тіл тигізгендердің жазасын енді заң аясында беретінін жеткізді. Ашулы ақкелін шынымен сотқа шағымданбақ па? Серқазы Аязбаев біліп көрді. Құрметті оқырмандар және менің жеке өміріме араласуға құқығым бар деп санайтын жандар. Бұдан былай маған жазылған әрбір жағымсыз пікірді скриншотқа түсіріп алатынымды ресми түрде мәлімдеймін. Бүгінде Инста парақшасында 412 мыңға жуық оқырманы бар Сейтмағамбетованың соңғы жазбаларының біріндегі өткір мәтін осы. Өткен өнер иесінің жеке басына тіл тигізіп, жағымсыз пікірлерді қаршап ұратқан фолловерлері жанын тыныш таптырмаған. Әсіресе әнші ана атанғаннан кейін бұл жағдай үдей түскен. Ақботаның директоры әрі пиар менеджері мұны растап отыр. Барлық адамдар шындықты білмейді деп айтса да болады. Ботаның өзін білмейді, және де жағымсыз сөздер жазады. Бүкіл жағдайды қалай не болғанын да білмейді. И басында көндік, бірақ ары қарай уже ботада адам, ботаның да жүрегі бар. Жасана желіде жазылған әр пікірге жауап беруге құлықсыз әрі уақыты тапшы. Ақбота енді жеке басын балағаттаған оқырмандармен заң жүзінде күресуге бел буған. Айыптының жазасына сот төреші. Бізге өзі көмектесемін деп Инстаграм желісінен бір адам шықты органдардан. Егер де доказательство болса, без проблем все это бұның бәрін решать етуге болады деп айтты. Біз әрине де бүкіл скриндарды всегда сақтаймыз. Біз өзі бірінші статьяны оқып шықтым. Әлеуметтік желіде ешкімнің құқысы жоқ. Сол адамға жағымсыз пікір жазу. Кешуден кеткелі жұрт назарын жеке өміріндегі жаңалықтармен елеңдеткен Жасананың декреттік демалысы ұзаққа созылмайтын сынды. Бүгінде Ақбота өнер жолындағы жоспарларын құрып, жақында жаңа әндерімен қуантпақ. Қазір Бота үйде баласымен, білесіз, бала дүниеге келді, Ибрахим. Бір 2-3 айдан кейін бұйырса шығады. Біз ән дайындалуда, творчествоға. Қазір ән жазылуда, және де басқа да ақындар почтамызға өлеңдер жіберіп жатыр. Серқазы Аязбаев, Рыспай Ақыш, ревью жаңалықтары.